Наурызнама 10 күндік аясында өткен ұлттық тәрбие, дәстүр мен жаңашылдықтың үндестігі атты қалалық аналар форумы қоғамдағы өзекті мәселелерді көтерген маңызды алаңға айналды. Шараға қаланың әр мектептерінен 100-ден астам тәрбиешісіндегі орынбасарлар мен аналар қатысты. Қазіргі заманда жаһандану үдерісі күшейіп, технология қарқынды дамып жатқан шақта, ұлттық құндылықтарды сақтау мен оны жаңаша үйлестіре білу басты міндеттердің бірі. Дәстүр мен жаңашылдықты ұштастыра отырып, саналы, парасатты, елжанды ұрпақ тәрбиелеу баршамыздың ортақ парызымыз. Форум барысында ұлттық тәрбие, ананың отбасыдағы орны, ұлттық құндылықтарды жас ұрпақтың санасына сіңіру жолдары кеңінен талқыланды. Спикерлердің айтуынша, бүгінгі заманда технология мен ақпарат ағыны күшейгендіктен ұлттық болмысты сақтау басты міндеттердің біріне айналып отыр. Маған өте қатты ұнады форум. Өте жақсы ұйымдастырылған, тіпті республикалық көлемге ұялмай шығаруға болатын форум, жақсы мәселелер қаралды. Мына қоғам менен отбасының тәрбиесі деген шында барлық тәрбие отбасынан басталады. Сол отбасы қоғамға келіп алып кеп тіреледі. Бала сол отбасы мен қоғамның ортасында өседі. Аналар форумының мінекей 174-ші мектеп гимназияда өтіп жатқаны үлкен бұл енді жүк. Өйткені мұнда пәленбай мың бала оқиды, пәленбай баланың атында пәленбай ата-ана бар. Әрқайсысына ой салатын мұғалімдерден бастап, мына жерге келген спикерлердің барлығының сөзі түйіндеп алатын, түйреп алатын, жүрекке сіңіретін жақсы нәрселер. Балаларымыз бізден тыңдаған емес қой, көргенін үйренеді. Көрсетеріміз көп болсын. Жиында мәдениет пен өнердің тәрбиедегі рөлі, отбасы ішіндегі қарым-қатынас құпиялары, сондай-ақ ғаламтор мен бұқаралық ақпарат құралдарының бала тәрбиесіне ықпалы жан-жақты сөз болды. Сонымен қатар құқықтық тұрғыдан отбасыдағы тәрбие мен ананың жауапкершілігі де назардан тыс қалмады. Спикерлардың айтқан сөздерінің барлығы бұл жерде өмірлік тәжірибеден алынған. Отан отбасынан басталады демекші қазақ атам. Отбасында көрген нәрсенің барлығын әрбір бала мектепте қайталауы мүмкін. Одан кейінгі өмірде соны тәжірибе ретінде пайдаланады. Демек біз отбасын түзеген жағдайда ғана мемлекетіміз оңалары ол хақ. Форум тек пікір алмасу кеңістігі ғана емес, тәжірибе бөлісетін маңызды диалог алаңы болды. Қатысушылар өз ойларын ашық айтып, қоғамдағы өзекті сұрақтарға бірге жауап іздеді. Бүгінгі іс-шараның ең басты кереметі осы спикерлердің ерекше жаңағы халықтың санасында жүрген, әсіресе мынау қазақ халқына тән ерекше ұлттық өнеге көрсеткендігі маған өте қатты ұнады. Қазір шынымен де егрофалық бағытта психологтардың кеңесімен қаншама отбасы өз-өзімен ойрандалып жатқаны баршамызға аян. Сондай-ақ отбасы құндылығы, отбасы тәрбиесі ананың мойнында екендігін, ол деген анаға үлкен ауыртпашылық арту емес, керісінше ананың образының отбасында да, үлкен қоғамда да атқаратын рөл өте жоғары екендігін өте әдемі жеткізді. Сол үшін де мен спикерларға шын жүректен алғыс айтамын. Әсіресе мына жақта маған Меруерт ханымның пікірі өте қатты ұнады. Әрбір ұлт ұйытқысы, үйдің ауызбіршілігі бәрі аналарға қатысты деп білем. Және біздің мұғалім, мектеп, ата-ана бір болса балалармен бізде ұлтымыз түзеледі, тәрбие түзеледі. Мамандардың пікірінше, ұлттық тәрбие бұл тек өткеннің мұрасы емес, болашақтың бағдары. Ал оны жаңашылдықпен ұштастыра отырып жеткізу бүгінгі аналар мен ұстаздардың ортақ міндеті. Форумның қорытынды бөлімі ерекше серге толы болды. Оқушылар сахна төрінде би билеп, анаға деген құрмет пен махаббатты арқау еткен әсерлі әндер шырқады. Бұл сәттер жиынға қатысқан жандардың көңілін тербеп, жүректеріне жылулық сыйлады. Әбдірахман Қайрат, Мерлі Қайсар, Сабира Якуб, Ұрпағыны медиа, Алматыдан.